Ассалаумағалейкум көпшілік. Үйдің іргетасын және де құюға диагоналды қалай шығарамыз, сол жөнінде айтатын боламыз. Қазір көбі 14-16 деген өлшемді алайық. Тек 16 болсын және де 14 болсын. Бұл жерде Пифагордың теоремасы бойынша А, В және де бұл С. Оның негізгі формуласы А квадрат қосылған В квадрат С квадрат тең болады. Осы шыққан С квадратты түбір астына аламыз. Мысалы 14-тің квадраты 196 болады. Оны қосамыз. 16-ның квадраты 256. Яғни сандарды өз-өзіне көбейтеміз. 16-ны 16-ға, 14-ні 14-ке. Одан шыққан сан екеуін қосқанда 452 болады. Осы 452-ні түбір астына аламыз. 452. 452-ні түбір астына алғанда 20 өретін 100-26, яғни 21 метр 26 сантиметр. Және де тағы сандар бар. Оны қарауға болады әртүрлі. Яғни бұл жерде өлшем 21-26 болса, жалпы үйдің іргетасының диагоналын осылай шығаруға болады.